Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен рогалики дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген 250 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқыш пен 80 грамм қант қосып, араластырып, оған бөлме температурасында еріп тұрған 80 грамм майымызды салып, қолымызбен езіп, крошка дайындаймыз. Дайын болған крошкамыздың үстінен 2 жұмыртқаның сарысын және 120 грамм қаймағымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды 10 минуттай демалдырып аламыз. Демалған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жұқалап, дөңгелек қылып жаямыз. Жайылған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп 8-ге немесе 12-ге бөліп аламыз. Салмасына қоюлатылған сүт салып, видеодағыдай орап дайындаймыз. Дайын болған рогаликтарымызды қызып тұрған пеште 170 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Рогаликтарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.